Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Мен бүгін география сабағынан ашық сабақ өткіздім. 7-ші Ә сыныбымен оқушылар саны толық 12 оқушы, сабаққа қатысқаны 11 болды. Бүгінгі менің ашық сабағымның тақырыбы дүниежүзілік шаруашылықтың салалары, ауыл шаруашылығы мен өнеркәсіп. Ең алдымен балалардан осы айдың сәуір айының құндылығы және апта дәйек сөзін бір пысықтап алдым. Сәуір айының құндылығы бізде еңбек қоры және кәсіби біліктілік. Осы аптаның дәйек сөзін білеміз ғой барлығымыз, иә? Қандай екен? Келесі ұйымдастыру кезеңі. Ұйымдастыру кезеңінде алдымен психологиялық ахуалды жақсарту мақсатында балалармен сабақты бастамас бұрын атмосфераны құрып алдық. Мади мықты, Бауыржан бақытты және батыр. Жарайсың, балалар өзін жұмысқа қояды. Келесі топқа біріктірдім. Дамушы мемлекет және дамыған мемлекет болып екі топқа бірікті. Оны арнайы сайт арқылы кездейсоқ таңдалған оқушылар өздері топқа бірігіп отырды. Келесі үй тапсырмасын сұрадым. Үй тапсырмасы спираль әдісі болды. Бұл жерде әр оқушы жеке өздері жауап береді. Яғни бұл жерде оқушылардың сыни тұрғысынан ойлауға қабілеттерін ашу және үй тапсырмасын сұрау болатын. Бұл спираль әдісінде бізде сөз тіркестері және сөздер берілген. Яғни осы сөздерді сендер сөйлем құрай отырып, мәтін шығару керексіңдер. Келесі жаңа тақырыпты ашу үшін пазл әдісін жасадым. Яғни бұл жерде арнайы сабаққа қатысы бар жұмбақтарды жауап бере отырып, осы жердегі әр пазл ашылған сайын суреттер ашылады. Осы суреттерге мән бергізіп, оқушыларға нені көріп тұрғанымызды сұрай отырып, және осы барлық суреттер ортақ қандай тақырып болуы мүмкін деген сұрақ қоя отырып, жаңа тақырыптың ашып алдым. Ұзын мұртты сарылар, қойнында наны бар. Аяқ сезім? Бидай жарайсың. Қараңғыда қаратас, жанғанда беті қаратпас. Бауыржан, көмір жарайсың. Келесі бізде дүниежүзілік шаруашылықтың салалары, яғни ауыл шаруашылығы мен өнеркәсібі жайлы балаларға ақпарат бердім. Дүниежүзілік шаруашылығы екі салаға бөлінеді. Ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп. Ауыл шаруашылығы деп отқанымыз бізде Келесі, енді осы ақпараттарды бойларына сіңіру үшін мен топтық жұмыс жасаттым. Бұл жерде топтарға мен жеке-жеке суреттер бердім. Бірінші топқа егін шаруашылығы, екінші топқа мал шаруашылығын бердім. Келесі жеке жұмыс. Жеке жұмыста оқушылар мәтінді оқи отырып, дүниежүзі салаларының тірек сызбасын жазады және бұны дәптерге жазғыздырдым. Әр оқушы өздерін бағалай отырып, қоржынға асықтарын салып отырды. Енді балаларды бір сергітіп алу мақсатында ұлттық құндылықтарымызды байланыстыра отырып, ребус және смайт тілімен берілген мақал-мәтелдерге балалар жауап берді. Келесі сабағымды қорытындылау мақсатында тақырыптың 6 бұрышы әдісін қолдандым. Сабақты қорытындылап, балалар бағаланды. Сабақтың соңында рефлексияны почта әдісі арқылы алдым. Үй тапсырмасына параграф 54-ті оқып келуге бердім. Осымен менің ашық сабағым аяқталды. Сау сәлеметті болыңыздар.